Қайырлы күн, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның дүниетанымы деп аталады. Сабақ барысында адамның дүниетанымының қалыптасуы және дүниені мәңгі жалпы адамзаттық құндылықтар тұрғысынан танудың маңыздылығы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Адам дүниетанымының қалыптасуы ұзақ және күрделі үдеріс. Сондықтан ол әрқашан адам өмірін тұтас түгел қамтиды. Нәтижесінде жеке көзқарастар мен сенім жүйесі дамиды, қалыптасады. Олар жеке адамның әрекет жасауына басшылық етеді. Сондықтан әрқашанда өмірде ақиқатқа жүгіну, айтқан, істеген, көрген, немесе естіген нәрселерді дәл жеткізу маңызды. Енді сіздерді бүгінгі сабақтың дәйек сөзімен танысуға шақырамын. Өзіне жақсылық тілемейтін адам жоқ. Ал өзіңе жақсылық тілесең, өзгеге жамандық қылма. Айыптың үлкені ізгілік жасай алмау емес, жамандық тілеу. Әйтеке би. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Жақсылық жасау адамға қуаныш сыйлау. Кез келген адамды жасына қарай сыйлап, құрмет көрсетудің өзі үлкен жанға деген жақсылықтың бір үлесі. Үлкен болсын, сенен кіші болсын, әрдайым жақсы сөздер айтып, қолдан келген көмекті аямай, қолдау көрсету керек. Әрине, кейін ол жақсылықтың қайтарымы болады. Енді, құрметті оқушылар, сіздерді келесі бейнеролик көруге шақырамын. Ой, мына нағыз көзіне қарамайды екен ау, иә? Өзіңізге ешнәрсе болмады ма? Жоқ. Мінекейіңіз. Мен сізге көмектесейін. Қазіргі жастарды білесіз ғой. Барлығы сондай. Мінекейіңіз. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Саламатсыз ба? Кел, мен сізге көмектесейін. Отырғызыңыз кәне. Аха. Ей, батаған. Жақсы. Сау болыңыз. Сәлем, қайсы. Кел, мен көмектесейін. Рахмет, ағай. Ауқасы шық. Сәлем. Басек өзімде ме? Ассалаумағалейкум, Басеке. Уағалейкум. Жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Өздерің қалай? Жақсы. Әкең қалай? Бәрі жақсы. Денсаулығы дұрыс па? Ой, орынша. Оларға күтім керек. Әрине ағайын, қолымыздан келгенше көмектесіп отырмыз. Мынау өткендегі есептер сізге көрсетуге. Жүр, көрейік. Міне, жүріңіз. Алдында ағай бар. Базардан енді келдің ба? Бөлмей жатырмын. Тамақ істеген жоқсың ба не? Қазір істеймін. Ой, сен де бір жұмыстан шаршап келгенде әйтеуір. Алдымен шілденің 15-індегі еліміздегі синоптикалық жағдай. Балам, қалайсың? Жұмыстан шаршамай келдің ба? Қазақстан аумағына арктикалық теңіздер жағалауынан салқын әрі ылғалды ауа ағымы жетеді. Салдарынан өңірде жаңбыр, бұршақ жауып, күн күркірейді. Ал ауа температурасы климаттық межеде 3. Не істеп жүрсің? Мынау не? Жинаны. Ойыншықтарыңды қоймайтын жерге қойып. Жан-жақта жүрсің. Жұртқа төккен жылуды жақыныңнан да аяма.
Оқушылар, мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Бейнероликтегі жігіттің әрекетіне қандай баға бересіздер? Мінездің жаманы мен жақсысы, ақылдың жемісі деген оймен келісесіз бе? Неліктен? Қандай қасиеттер жақсы адамның серігі деп ойлайсыздар? Адам бойындағы ізгі қасиеттер оның жалпы адамзаттық құндылықтар негізіндегі дүние танымының қалыптасуына септігін тигізеді. Қымбатты оқушылар, ендігі кезекті шығармашылық жұмысқа берейік. Тапсырманы орындай отырып, сіздер тақырып бойынша түсініктеріңізді кеңейтесіздер. Назары әдемінің ой санасы әдемі келеді. Ой санасы әдемі адам өмірдің рақатын көреді деген ойды басшылыққа алып эссе жазыңыздар. Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымызды Мұқағали Мақатаевтың өлең шумақтарымен аяқтағым келеді. Мен сағынам, сен дағы сағын жаным, адамнан тек жақсылық табылғанын, ашусыз, алакөзсіз бауырлардың аңсаймын алқам-салқам қауымдарын. Көңілім болса дағы қанша жарым, солармен білінбейді шаршағаным. Жақсыдан жайлап ескен жан самалын, жабықпай аңса жаным, аңса жаным. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.